Қазақмыс Ұлытау облысының дамуына ерекше қолдау көрсетуде. Мысалы, алдағы жылдары Жезқазған мен Сәтпаев қалаларында бірнеше жобаны қолға алмақ. Соның ішінде сақалды құрылыстарды аяқтауға басымдық беріп, мәдени спорттық кешендер де салмақ. Жаңа театрда бой көтереді. Қолға алынбақ ілкімді іс жайлы әріптесінің материалында. Қазақмыс холдингі алдағы жылдары бас-аяғы 35 миллиард теңгеге 22 жобаны іске асырмақ. Әкімдік пен компания осындай келісімге келіп, қараша айында арнайы құжатқа қол қойған. Холдингтің жұмысы қазірден қызу, әсіресе мәдени дамуға ерекше ден қойған. Мәселен, келер жылы Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық драма театрына және Сәтпаев қаласы Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайына күрделі жөндеу жүргізіледі. Нысанда жылу электр желілері ғана жаңартылмай реконструкция жасалады. Компания Жезқазғандық су жаңа музыкалық драма театрды да сыйға тартпақ. Бұл жерде сол 450 үлкен концерттік сияқты залы болады. Содан кейін ішінде енді қуыршақ театр бар, білесіз. Жастарға, балаларға арналған залда сол кіші 200 орындық залы болады. Басқа да барлық дайындық бөлмелері. Қазір міне құжаттарын, жобалық сметалық құжаттарын жасау мәселелерімен айналысып келіп, 24-25 жылдары құрылыстың өзі салынып аяқталып, қолданысқа береді деп күтіп тұрмыз мысал үшін. Ал Ұлытау облысында 10 спорттық нысан бой көтереді. Ғимараттардың белгілі бір бөлігін Қазақмыс қаржыландырады. Жезқазған қаласында құрылысы басталатын 320 орындық көпсалалы спорт кешенінің де жергілікті жұртқа қуаныш сыйлайтыны анық. Бұл жобалардың ішіндегі ең ірісі. Тағы бірі Намыс балалар жасөспірімдер академиясы. Оның ішіне бірнеше спорт түрлеріне арналған кешен мен 200 орындық интернат біріктіріледі. Холдинг Намыс қоғамдық қормен бірнеше жылдан бері бірлесе жұмыс істеп келеді. Спорт саласын дамыту екі тараптың ортақ мүддесі. Оның негізгі 3 бөліктен тұрады. Оның бірінші бөлігі жас балаларды спорт арқылы тәрбиелеу. Екінші бөлігі сол спорт арқылы тәрбиелеп және кәсіби деңгейлерін өсіріп, Қазақстан, Азия, Олимпиада чемпионын жасап тәрбиелеп шығару болды. Үшінші бағдарламасы осы Қазақстанның аумағында спорт кешендерді меніңше көбейту. Намыс қоғамдық қорының осы 3 бағыттан тұрады. Қазір мына біздің аумақта 5000 шаршы метрден тұратын облыстық спорт мектеп-интернат салынып жатыр. Жаңа нысандар салып, инфрақұрылымды жақсарту Жезқазған өңіріне тың серпін береді. Қазақмыс холдингі халықтың тұрмысын жақсарту үшін әлеуметтік экономикалық жобалардың орны ерек деген ойда. Меморандум аясында компания денсаулық пен білім салаларында назарсыз қалдырмайды. Қымбат Дайырқызы, Жанат Тұрсынов, Атамекен бизнес.